Біздің бір ұстаз ағамыз айтқан екен. Кілең спортсмендерді алып келген ғой. Кілең спортсмен деді. Олимпийский чемпион бір нәрсе, неше түрлі деді. Соны таныстырып жатыр дейді. Мына ініңіз осындай чемпион, мира бір нәрсе деді. Мынау олимпийский чемпион, мынау тағы бір нәрсе. Күшті жігіттер, қазақтың мен деген жігіттер деді. Сөйтіп ағамыз айтады дейді, есекте күшті ғой деді. Бұлар намаз оқи ма деді. Аналар жарылайын деп отыр дейді. Аналар енді ондай сөз өмір естімеген ғой. Есекте күшті деген нәрсе. Соны азан айтылған, ана ағамыз айтқан. Жүріңдер намазға деді. Аналар не істеген? Енді намаз оқып қоймай, әрбір неше түрлі сылтау айтып жүргендер. Айтты, алайын. Өз шариғатта екі адам бар. Намаз уақыты келгенде намаз оқымайтындар. Біреу бәлиғат жасына толмағандар, екіншісі етеккіре келген әйел. Шариғатта бұйырған сондай, білмеймін қайсысы сендерсіңдер, қалсаңдар қала беріңдер. Осы екеуін біреуін үкімін алып. Қайсысы ұнайды сендерге? Сөйген әлгілерде жарылып кетейін деп жүр, дәрет алайын деп жүр, жарылып кетейін деп жүр дейді. Жарылып кетейін деп жүр дейді. Көрдіңіз бе, адамда сылтау көп. Ең үлкен сылтау, әсіресе жастарда, мен әлі жаспын. Мен әлі жаспын. Есейгенде бір не қылайын? Көрейін бұны. Алла саған мүмкіндік бермеуі мүмкін. Ертең де ғұмыр кешетінге гарантияң бар ма? Ертең тағы да басқа бір күн өмір сүретіндігіне нең бар ма? Кепілдігің бар ма? Кепілдігің жоқ болса не алмайсың? Амал етуге неге тура келеді. Себебі нең жоқ? Ертеңгі өмір сүретіндігіне кепілдік жоқ. Атақты біздің халифамыз өткен Омар ибн Абдул Азиз деген. Үйіне келгенде не таусылып қалған? Шам таусылып қалған, шам. Соны біреу айтқан бір мәселе талқылайық деп, халыққа қажет нәрсе. Соны халифа айтып, ана барды, қазынаштан тағы барып бірдеңе алып келші деген. Шам. Қазынашыға барып айтқанда, қазынаш айтқан, бүгінге жететіндігісін алып болды деген. Бермеймін деген. Қайтып келген, айнал сөйтіп айтып жатыр деген. Халифа не деген? Ертеңгісін алып кеш деген. Ертең күнге беретін бір ғой. Сонысын алып кеш деген. Барған ертең күнге беретін сұрап жатыр деген ғой. Сен қазынаш айтады дейді, ертең өмір сүреді деген хат алып кеш деп айтады. Астына қол қойдырып алып келді, ертеңде өмір сүреді деген. Мен де соны енді бере салайын. Шамды бере салайын. Түсінді? Ешкімнің ондай сылтау айтуға не жоқ? Хақысы жоқ.